Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновке. Осыдан 5 жыл бұрын Ақ жол фракциясы республикалық маңызы бар қалаларға, облыс орталықтарына іргелес елді мекендерді дамыту тұжырымдамасын қайта қарауға және қала маңындағы ауылдарды мәдени және спорттық нысандармен қамтамасыз ету бағдарламасын әзірлеуге қатысты депутаттық сауал жасаған болатынбыз. Сауалға өзек болған Астана мен Алматы сияқты ірі мегаполистардың маңайында соңғы жылдары отанына оралған қандастарымыз бен еліміздің ішкі аймақтарынан қоныс аударған азаматтар шоғырланған елді мекендердің жағдайы еді. Бүгінде бір ауылдың өзінде тұрғын саны кем дегенде 50 мыңнан асқан. Бірақ олар әлі күнге дейін негізгі қажеттіліктерін қағылып отыр. Мысалы, Астананың іргесіне орналасқан 10 шақты ауылдың өзінде 2,5 миллионға жуық халық тұрады. Олардың көпшілігі қалаға қатынап жұмыс істейді. Мына жарқырап тұрған Астанадан 10-15 шақырым шыға қалсаңыз, жарығы жоқ, суы жоқ, жолы жоқ, батпағы Белуардан Қара түнек ауылдарға тап боласыз. Расында, шам жарығы өзінің түбіне түспейдінің кебін киіп отыр. Елорданың түбінде тұрамыз деп мақтанғаны болмаса, бұл ауылдарда өмір сүру сапасы өте төмен. Мәдени нысандар, спорт кешендері және тағы басқа күнделікті қажетті инфрақұрылымдар жоқтың қасы. Біздің сол кездегі сауалымызға үкімет өкілдері нақты емес, сылдыр судан тұратын бірнеше бағдарламаны қойыртпақтатып, болашаққа сілтеумен шектелді. Сонымен қатар 2019-20 жылдары Астана, Алматы, Шымкент қалаларының айналасындағы ауылдардың инфрақұрылымдарын мәселелерін шешуге арналған 63 жобаға 53,5 миллиард теңге жойдық деген хабарлама берген. Ақ жол фракциясының сауалы себеп болды ма? 22 жылды ұлттық экономика министрлігі агломерацияларды дамыту туралы заң жобасын ұсынды. Сол кездегі министр Қуантыровтың айтуынша, агломерациялардың құрамын үкімет қаулысының негізінде ұлттық экономика министрлігі әзірлеуі тиіс. Ал аймақтарда жергілікті әкімшілік өкілдері, мәслихат депутаттары, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен құралған жергілікті кеңес құрылып, кешенді жоспар жасап, агломерацияларды дамыту керек болатын. Ақ жол фракциясының депутаттары бұл заң жобасын талқылау кезінде қаржыландыру механизмі күмәнді деп қатты сынға алған болатын. Бірақ өкілетті министрлік бұл заң кенже қалған ауылдарды қаржыландырудың жаңа көзі болады деп сендірген болатын. Содан бері бақандай 5 жыл өтті. Өкінішке орай түбегейлі өзгерістер болмай тұр. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда айтылғандарға байланысты келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймыз. Бірінші, агломерацияларды дамыту туралы заң аясында неше аймақ агломерация мәртебесін алды және қанша кеңес құрылды? Екінші, аталған кеңестер аясында жүзеге асырылған жобаларға қатысты мемлекеттік және жергілікті бюджеттен қанша қаражат бөлінді? Неше мектеп, балабақша, мәдениет үйлері мен спорт кешендері, қанша шақырым ауыл іші жолдары салынды? Қаншалықты тұрғындар ауыз сумен, газбен қамтылды? Үшінші, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының маңайындағы ауылдарды дамытуға бөлінген 63 жобаға жұмсалған 53,5 миллиард теңгенің егжей-тегжей есебін беруін сұраймыз. Рахмет. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Барлыбаев, Еспаева, Иса, Бейсенбаев.